Егер сіз әлі де позицияға тек ордер блок немесе имбаланс арқылы ғана кіруге болады деп ойласаңыз, онда Smart Money туралы ештеңе білмейсіз деген сөз. Қараңызшы, мына жағдайды бірге талдайық. Бізде лонговый контекст бар. Неліктен? Себебі біз белгілеген бір облыста слом структураны көрдік, және төменде интересный зона бар деп есептейік. Сіз лонг позиция ашқыңыз келеді, бірақ қайдан? Сосын сіз позиция ашу үшін осы ордер блокты қарастыруыңыз мүмкін. Бірақ ол қате. Неліктен қате? Себебі крупный игрок төменде орналасқан интересный зонадан реакция алмастан бұрын осы премиум зонасындағы ордер блокты ликвидность ретінде, яғни трейдерларды манипуляциялау ретінде пайдаланады. Сондай-ақ біз лонг позицияны дискаунт зонасынан іздеуіміз керек. Бірақ бір назар аударатын нәрсе бар. Егер баға сіздің ордер блокқа жетіп, одан селсайд ликвидностьін алған болса, яғни минимумды тек фитильмен ғана бұзып, денесімен закреп жасамаған болса, бұл сбор ликвидность болып саналады. Мұндай жағдайда ликвидность жиналғаннан кейін свеча жабылғасын лонг позиция іздеуге болады. Яғни бағаның ордер блокқа келгенін күтпей-ақ позицияға кіре берсеңіз болады. Енді нақты графикалық мысалды қарастырайық. Біз 15 минуттық таймфреймдеміз. Баға XTF таймфреймдегі ордер блоктың 50%-на жетті және слом структура болды. Тағы не көріп тұрмыз? Бірінші, екінші және үшінші ордер блок аймақтары. Бірінші ордер блокты қарастырмаймыз. Өйткені ол төменгі дискаунт зонасында емес, сондықтан крупный игрок оны манипуляция, яғни ликвидность ретінде пайдаланады. Бұл зона Smart Money трейдерлар үшін қақпан болып табылады. Неліктен? Бұл туралы мен өзімнің алдыңғы видеоларымда айтқанмын. Енді екі зона қалды, бірінші және екінші. Осы зоналардың әрқайсысынан позиция кіруге болады, немесе екінші тәсіл, баға сол зоналарға келгендегі бағаның реакциясына қарап позиция кіруге болады. Енді не болатынын бірге көрейік. Баға бірінші зонаға мүлде реакция көрсетпеді, сондықтан біз ең соңғы ордер блоктан позиция кіріп, таргетімізді buy side ликвидностьіне қойып, бағаның отработка жасағанын күтеміз.